Құрметті Маңғыстау облысының тұрғындары және қонақтары, заң және тәртіп тұжырымдамасы аясында Маңғыстау облысы полиция департаменті азаматтардың, оның ішінде балалардың судағы қауіпсіздігіне ерекше назар аударады. Шомылу маусымында өңірімізде өкінішке орай 13 адам қаза болып, оның ішінде 3 бала суға кетіп қаза болды. Қайғылы оқиғалардың басым көпшілігі белгіленбеген тыйым салынған жағалауларда орын алды. Сондықтан өзіміздің және жақындарымыздың қауіпсіздігі үшін арнайы белгіленген орындарда шомылуларыңызды, балаларды қараусыз қалдырмауларыңызды, оларға бейтаныс жерлерде шомылуға болмайтынын түсіндірулеріңізді сұраймын. Тыйым салынған орындарда шомылғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әкімшілік жауапкершілік көзделгенін ескертеміз. Шомылу маусымы басталғаннан бері су айдындарында 90 азамат әкімшілік жауапкершілік